Алматы қаласында жыл сайынғы қалқан республикалық әскери патриоттық қысқы спартакиадасы өтті, өз мәресіне жетіп жатыр. Бұл жиынға еліміздің барлық аймақтарынан 3 баладан қатысты. Біздің спартакиадамызға пневматикадан ату, белтемірге тартылу, шаңғы жарысы кіреді. Конкурстық бағдарламадан тыс балаларымызға Алматы қаласының көрнекті орындарында көрсете білдік. Биыл қалқан спартакиадасы 4-ші рет өткізіліп жатыр. Келесі жылы спартакиадамызды халықаралық деңгейге көтереміз деген ойдамыз. Қалқан жарысы өте жоғары деңгейде өтті, және де Алматы облысына, осы Алматыға экскурсияда да өте жоғары деңгейде өтті. Мен шаңғымен жүгіруден 300 километрде 14-15 жас аралығында 2-ші орын алдым. Әрине, қарсыластың жаманы болмайды, қарсыластың бүкілі мықты. Мен осы 2-ші орын алуыма себепкер болған ол менің тренерлерім. Осы қалқан жарысына келгелі бері мен жаңа достар таптым, жаңа ортаға үлестім.